Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қаржылық қолдауымен. Мемлекеттік тілді дамыту қорының тапсырысы бойынша. Тенгри Films ұсынады. Абайдың ұлы жұмбағы. Абай Құнанбайұлының 170 жылдығына арналған рухани танымдық деректі фильм. Идея авторы Ақберен Елгезек. Сценарий авторлары Ақберен Елгезек, Дина Төлекова. Қоюшы режиссері Берік Әбішев. Қоюшы операторы Эльнар Шекебаев. Абай шексіз ұлы мұхит. Біз оны танып білуге құмартып, жағалауына енді келіп тұрған үміткер балғын ұрпақпыз. Бір ғасыр бойы дамыған абай тану ғылымынан мейлінше сусындаған жаңа буын, енді санасы мен жүрегіне абайдың бөлек, толыққанды бейнесін сомдай алама. Әр сөзінің астарында жасырынған құпияларын шеше алама. Сөз дертіне шалдыққан, әр толқынды өзіне құмар қылатын абайдың құдіреті неде? Ақиқаттың елшісі қуаты оттай бұрқыраған сөзінде ме? Жоқ, әлде нәсілі адам баласына ортақ жаратылыс формуласы жасырынған жан ілімінде ме? Мүмкін адамзаттың бәрін сүй бауырым деп құшағын бар ғаламға айқара ашқан шексіз махаббатында шығар. Иә, Абай мұхитының тұңғиығына батқан сайын, оның маржан жұмбақтары одан әрі тереңдей түседі. Абайдың жұмбағына кірдік, есігін ашып, қарап тұрмыз, бірақ олардың бәрін ұстап, зертіп ашылғамыш. Оны ашуға менің дәрменім жетпейді, оны кеде жатқан ұрпақ ашады. Абай әлеміне дендеп ену үшін біздің қолда екі кілт тұр. Олар ақынның ғұмыр баяны және даналық ұлағаты. Бұл Мұхтар Әуезов секілді ондаған іргелі абай танушылардың бізге берген құнды эстафетасы. Ендігі міндет жұмбақ әлемге енетін философиялық кілтке ие болу. Ол үшін бізге адам абайдың жаратылысты таныған кемеңгер абайға айналу жүйесін танып білу қажет. Сол кезде ғана бізге ай астында толқып жатқан алып мұхиттың бар болмысы жарқырай көрінбек. Дәл осы заманда, абайдың заманда, басқа түркі халықтарында абай сияқтылығы болды ма деп қарасам, жоқ. Егер салыстыру арқылы біз абайды анықтайтын болсақ, салыстыратын тұлға жоқ. Бұл енді тек қазақ халқының бақыты емес, бұл түркі әлемінің бақыты. Бұл тек қана түркі әлемінің бағы емес, бағы ғой. Бұл мұсылман жұртының бағы. А егер шын мәнінде дұрыстап айтатын болсақ, абайымызды әлемге таныта алсақ, түсіндіре алсақ, онда бұл жалпы ізгілік жолына түскен барша жұрттың бағы. Ел тұғыры шайқалған алмағайып замандарда ұлтына шамшырақ болар ұлы перзенттер келеді екен. Қазақ халқының да рухани эгрегоры әлсірей түскен тарихи тағдырлы сәтте ұлы далаға Абай келді. Ол дүниеге келген уақыт ескінің соңы мен жаңаның басы болған алмағайып кезең еді. Жаңағы көк қаршыға Абай туатын күнді Құнанбайға түскен. Сонда
Құнанбай түсін айтқан кезде олардың өзінің жанына тартқан жорушылар бар ғой. Сен туғанда көк қаршыға қыдырдан асып шамырқанып ұшып еді, ел биледің. Ал мына ұлың Шыңғыстан ашып бүкіл қазаққа таратын ұлты болады екен деп айтысыз. Апа, О, не құлыным? мен туғанда неге үйдің іші қызыл да жасыл болды? Айнала, алуан түрлі түске боялғаны есімде. Абайжан, ол сенің қалай есіңде қалған? Сен ол кезде жаңа туған нәрестесің. Иә, апа, бәрі есімде. Мықтап сақтап алдым. Анық білем. Ой, кірмай, мұндай да болады екен ау. Иә, айтпақшы, тура сен туылған күні әжең қойдың жүнін бояп, үйдің ішіне кептіріп жайып қойған болатын. Балам-ау, сенің есте сақтау қабілетің ғажап екен. Жаман болмассың. Тумысынан феноменалдық жады иесі, бала Абайдың тұлға болып сомдалуына әкесі Құнанбай мен ұстазы Камаледен Хазіреттің рөлі ерекше. Құнанбай Абайдың 13 жасынан даланың саяси сайыпқыранын тәрбиелеп шығарса, ұстазы шәкіртінің ойлы жанарынан өзге дүниенің нұрын байқап, өзі оқып түйген білімінің барын берді. Тәте, мына кітапты ұзағынан оқыдыңыз ғой. Мағынасы терең кітап па? Иә, бұл кітаптың мағынасы терең. Шариғат қой. Сізді дін ғылымының данышпаны ғой деп жүрсем, әлі шариғатта жүрсіз бе? Мен сізді ақиқатта жүр екен десем. Ай, Абайжан, мен сені де толық сауатты екен десем, әлі кемеліңе жетпепсің ғой. Танымның негізі осы шариғат емес пе? Шариғатсыз тарихатта, мағрифатта, ақиқатта жоқ. Осыны ұқпаған екенсің ау, Абайжан. Тәтемнің ғылымы неткен терең еді. Орынсыз сұрақ қоюға болмайды екен. Мен тек бетін ғана қалқып өткен екен. Шындығында да шариғатсыз тарихатта, мағрифатта жоқ емес пе? Ал ақиқат Алланың семес пе? Ақиқат алдында тұрсыз дегенім өлім тілегенім екен ғой. Әттең сауатсыздық-ай. Осыдан ақ әке мен баланың ортасындағы жалғастықты, білім деңгейлестігін, дәстүрді, танымды анықтауға болады. Осындай тағлымда болған Абай, осындай білім деңгейінде болған Құнанбайдан тарағаннан кейін оның ойлау жүйесі жәдиттік әу баста тұнып қалыптасқандықтан да онда сыни көркем қабылдау
жүйесі ерте қалыптасқан. Әке мен бала. Екеуі де қазақ тарихындағы сом тұлғалар. Өкінішке орай, басым көпшілік Абай жолы романы арқылы әлі де Құнанбайды озбыр феодал, Абайды прогрессшіл демократ ретінде ғана қабылдап келе жатқаны рас. Алайда, Құнанбай мен Абайдың шын тарихын өзгеден көп білетін Дана Әуезовтің қос ірі тұлғаны осылай суреттеуінде саяси себептері барына оқырман көп жағдайда мән бере бермейді. Ал Әуезовтің ғылыми еңбектеріндегі нақты деректерге үңілсек, Құнанбайдың романдағы кейіпкеріне кереғар, мүлде өзгеше образы көз алдымызға келеді. Қиын қыстау заманда ел басқарған тегеурінді қайраткердің биік һәм күрделі сұлбасы ашыла түседі. Абайда әкесінің асыл бейнесіне шаң жуытпай, керісінше өлеңдерінде Құнанбай тұлғасын одан әрі асқақтатып отырады. Ал енді роман эпопеядағы әке мен бала образы қаншалықты шынайы? Шығарма желісінде тарихи шындық басым ба, әлде көркемдік шындықтың бояуы қалың ба? Қазіргі тәуелсіз қазақ өзінің ардақты тұлғалары туралы шындықты білуге тиіс уақыт жетті деп білеміз. Абай мен Құнанбай екеуінің арасында бітіспес дау болыпты. Осы әке мен бала проблемасы қазақтың өмірлік мақсаты екендеген жалған лақап сөз ұғым. Осы ұғым бұл міне амалсыздан табылған, еріксіз ерубүрішіл кетіп қалудан аман қалу үшін Москвада 6 ай орысша диктовка жасап отырып жазған. Кез келгенде айтпақ боп жүрген 3 түрлі сөзім бар еді. Соны айтайын. Ең әуелі, сен барлық жұртпен күле сөйлесесің. Жайдақ су сияқтысың. Жайдақ суда ит те құс та жалайды. Кісілерге қадірің болмайды. Екінші, көрінгенмен жақын боласың. Кісі талғамайсың. Желбегей жүрген кісінің басына ел үйірілмейді. Ел алатын қылық емес бұл. Үшіншісі, орысшылсың. Орыстың дұшпандығын ұмытасың. Тәте, қолында құралы бар, бірен саранға ғана ілінетін шыңыраудағы судан көрі. Қойшы қолаң, жалшы Жақыбайдың барлығына пайдасы бірдей тиетін жайдақ су артық деп білем. Екінші сөзге, қазақ елі бір заманда қой сияқты болған. Бір қора қойды, жалғыз қойшы әйт десе өргізіп, шайт десе жусататын заман болған. Одан бергеле ел түйе сияқты болды. Бір шетіне тас тастап, шөк деп дыбыстаған уақытында аңырайып тұрып барып, бетін бұратын. Енді біздің заманда ел жылқы сияқты. Мұндайды ақар көк мұзда қар жастанып, мұз төсеніп, етегін төсек, жеңін жасты қылуға шыдаған жылқышы ғана бағалады. Орысшыл дегенге заман орыстікі тәте. Ол жеңген, біз жеңілген елміз. Ендігі уақытта алысатын дұшпаныңның әдісі мен айласын білмесең, алысқа шырқағаннан мағына жоқ. Бұқарекең кезінде ескертті ғой. Күн батыста бір дұшпан ақырда шығар сол тұстан. Күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды дейді. Аузы басы жүн кәпір жайылап келер жұртыңа. Ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына деді. Бауыздамай шер қаныңды өлтірмей алар жаныңды деді. Міне сол кездегі
бауыздамай ішу, өлтірмей жанын алу процесі абайдың тұсында басталды. Толықтай неге? Өйткені бүкіл қандық система жойылды, бүкілінде шоқындыру процестері, қазақта интернатқа балаларын оқытып, чиновниктер дайындау процесі, жер тарылып жатты. Осының бәрін абай көрді. Толай қырып айтады ғой, абай тұсы қазақтың бұзылғаны, қаралық айналып қызылғаны, елдігіне, жеріне, әмдініне құрылды талай тұзақ, талай қақпан дейді. Біздің халқымыз сол қақпандардан өтті. Ал бұны керемет ойлап тауып, біздің халқымызды шөктіріп жіберткен жүйе ел билеуде осы болсақ. Содан бастап біз бұзылдық, мінез құлқымыз бұзылды. Абай осы мінез құлқын бұзылғанын көрді, білді. Соны халқын сақтау үшін жаңағы өзінің толық адам идеясын алып келді. Сонымен емдеп, жаңа тазартып алам деп ойда болды. Қазақтың бұзылған мінез құлқын Абай әуелі билік арқылы түзегісі келді. Бозбалалық жасынан бастап ел билеу ісіне араласып, саясаткер ретінде ерте шыңдалды. Замандастарының айтуы бойынша, Абай 20 жасында қазақ даласында өткен атақты билердің жалғасы іспетті. Әділет сүйгіш би, көсемдерге тән шешен болып танылды. 40 жасына дейін 4 рет болыс болып сайланды. Ол саяси қайраткер көретін тағдырдың бәрін кешті. Білім парасаты бір бөлек, әділдігімен жұртты таңырқатқан шешендігіне риза болған ел, оны төбе етіп те сайлады. Біреуге айтқан билігі жақса, енді біреуге тізесі батты. Абай Тәуке ханның 7 жарғысынан кейін қазақ даласында тұңғыш рет 74 баптан тұратын шар ережесін жазып шыққан заңгер ретінде танылды. Бұл жолда еңбегінің нәтижесінде ағайынның озбырлығында көп көрді. Үстінен ондаған арыз жазылып, тағдыры қыл үстінде де тұрған кездері аз емес тұғын. Здравствуйте, ваше превосходительство. Ибрахим Кунанбаев. Кунанбаев? Это тот, который сеет смуту среди народа? Да, это я. А почему так? Потому что я веду борьбу. А почему вы ведете борьбу? Борьба – это закон жизни. Все, что в мире сотворено, все проводят жизнь в борьбе. А почему на вас жалуются? Это неудивительно. В жизни кого много? Справедливых или плохих людей? Конечно, плохих людей. Поэтому они в большинстве. Вы сможете это доказать? Смогу. Ну что ж, идемте. Ибрагим Кунанбаевич, оказывается, опередил свое время. Я считаю, что вы зря на него обижаетесь. Его не следует наказывать. Я считаю, что это достойная кандидатура на главного бия чрезвычайное собрание. Абайдың ақылға да ашуға жақтым сұрақ дегеніндей, өз жеке басы өте күрделі. Соның ішінде 40-қа келгенге дейінгі өмірі бір Абайда, 40-тан кейінгі өмірі екінші Абай сияқты. Тура Абайдың 40 жасқа дейінгі өмірінде Құнанбайдың өкіретін сөзі бар билік туралы. Мен Алладан билік тіледім. Билік берсең толық бер деп тіледім. Алла тілегімді орындады. Дәулет берсең толық бер, жетімді қып бер деп сұрадым. Берді Алла тілегімді. Әттең сонда бір тілекті тілемей қалыпты. Ағайынның арасында
берекесін тілемеппін. Тура осы сөзді Абай 40 жасында өз басынан кешірген. Абай 40 жасқа келгенде әкесін ақтық сапарға шығарып салды. Бұл ақын үшін бетбұрыс кезең еді. Бұл катарсис кезеңі және Абайдың шығыс ойшылдарына тән ахуал деңгейіне көтерілу кезеңі. Осы күнге дейінгі Абайдың өткен өмірі марқұм Құнанбайдың соңынан қазақтың ескі заманымен бірге буалдыр мұнарға сіңіп, бұлдырап, алыстай бастады. Енді ол айналасынан өзімен тең сөйлесетін адам таппай алас ұрды. Елдің сиқына қараса, жүрегі қақ бөлінді. Билікпен елді түзеуге заманы ырық бермейтініне көзі жеткен. Ендігі жол қайсы? Халықты әрекетпен тәрбиелеуге болмаса, сөзбен емдеуге болатынын Абай бұрыннан білетін. Және қалған өмірін осы бір ләззатты һәм азапты іске арнауға бел буды. Пендеге лайықты бүкіл қызықты Абай көрді. Бірақ соның бәрінен бас тартты. Оның бас тартқанда дұрыс болды. Неге? Әйтпесе Абай творчествоға келмес еді. Бірінші сөзінде айтады ғой, мал бағайын ба? Жоқ, бағалмаймын дейді. Не деп бағам дейді. Ұры-қарының малын бағып берем ба? Бас тартады. Ғылым бағайын ба? Сөйлесетін адам жоқ, ғылымды қайтем дейді. Ел бағайын ба дейді. Елге бағым жоқ дейді. Осы қасиетті парызына берік Абайдың қаламынан алаш даласында бұрын соңды болмаған өмір сүрудің жаңа һәм мәңгі ескірмес қағидалары дүниеге келді. Жаңа форматтағы философиялық идеялардың ортақ жиынтығын Абай жан ілімі деп атады. Абай неге ұмтылды жан іліміне? Абай түбиені танығысы келді. Түбиені танығысы келді, арызден, содан кейін ақылым жетпесе де бәрібір тоқтамайым дейді ғой. Бұнда үлкен ұмтылыс бар. Яғни түбиені тану керек. Сондықтан жан тану ілімін Шәкәрім екеуі салды. Жаңа жерде айттым ғой. Жаралыспалық қозғалыс, қозғау керек қолғабыс. Жан де, мейлі бір мән де сол қуатпен болтамыз, дүниені сол жаратқан. Алланың есі, Аллаға пара-пар оғым жаңағы жан. Содан барып бұлар жанды қатты іздеді. Дүниені дидары мен ішкі кеңістіктерін толық танып білу үшін ғылым игеру аздық етеді. Абай кісінің жүрек көзі ашылмаса, жиналған құрғақ білім мен өмірлік тәжірибеден түк пайда жоқтығын қадап ескертеді. Ал жүрек көзі ашылған толық адамға имани гүл керек екен. Имани гүл тезисінің астарында не жасырынып тұр? Үш сүйге қарай кетеді. Үш сүй бол. Махаббаттан жаратқан адам затты. Сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Бірінші сүй. Алла сені махаббаттан жаратты ма, сен оның қайтарың керек махаббаттан. Адам заттың бәрін сүй бауырым деп. Бұны ешбірден айта алмаған. Бәрін яғылады, бөліп алып, жау болады, үлтеді, құрту керек дегенде айтады. Абай соны айтады. Және сүй, қақ жолы деп әділет. Осы Абайды қатты айналдырған. Önüge бұлай дейді, алдың күшті бекітпей, соңғы төртті етке менен нәтиже бермесшеміз дейді. Жаңағы үшеуін мықтап көкірегіне бекітпесең, сен ораза тұт, намаз оқы, айна жаққа бар, оның бәрі бос жұмыс дейді. Бүгін елдің назарын аударып, таңдай қақтырып отырған кванттық физика заңдылықтарын Сахара ойшылы 19 ғасырда түйсікпен сезіп, шығармаларында айтып қойған. Мәселен, Абай ілімін көктей өтетін бір құдіретті күш бар. Ол күллі жаратылысты сұлу үйлесімділікке шебер сомдаған энергия. Атом. 18 мың ғаламның микромодулі. Осы күнге дейін атомның ішінде бос кеңістіктен басқа түк жоқ деген жалған түсінік үстемдік етіп келді. Бүгін атомның ішіндегі бос кеңістікті кернеп тұрған ғаламат қуат бары анықталып отыр. Сол қуатты күш барлық жаратылысқа тән. Оның аты махаббат. Махаббат қуаты жаратылыстың түп бастауында тұрған ұлы сезім. Ұлы сезімнен жаратылған тіршілік осы сезімнің иесін іздейді, соған құмартады, тануға талпынады. Және барлық жаратылыс түп иенің әділет заңымен басқарылып тұрғанын ұғынады. Абай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейтін өлең жолдары арқылы әрбір жан иесіне сен шексіз ғаламды құрап тұрған маңызды элементсің деп отыр. Ал осыны түсінген және дүниенің көрінген һәм көрінбейтін сырын ашқан
толық адам таңғажайып мүмкіндіктерге ие болатыны ақиқат қой. Абайдың заманы туды. Квантовый физиктер ана материализм, атеизм негізін салғандар ғой. Атомды зерттей келіп, соның негізінде олар айтты, біздің жолымыз қате деді. Себебі біз материяны мәңгілік деп келдік, өзгермейді. Сөйтсе ол жасанды нәрсе екен деді. Енді саналық дәуір келгеннен кейін Абайдың бағы ашылады. Орта ғасырларда ғылым өнер дәуірлеген ислам ренессансы кезеңі болды. Бүгінгі көптеген ғылымдардың іргетасы сол кезде қаланған болатын. Айта кететін жайт, ислам ренессансын жасаған тұлғалар да Абай шыққан топырақтан өсіп өнген түркі ғалымдар еді. Абай бата сұраған және тереңдеп оқыған дана ғалымдар осылар болатын. Сол себептен де Абайдың асыл тамыры шығыс һәм түркі өркениетінің бұлағында мейлінше суарылды. Ол кездің жүйесі бойынша ойшыл шайыр деп бойына ондаған ғылымды жинақтаған адамды ғана танитын, және сондай адамды ғана ақын деп атаған. Ол мәртебелі атаққа Абайға дейін қазақ даласынан шыққан тек Әбу Насыр әл-Фараби ғұлама ғана лайық болған. Абай осы биік деңгейден көрінген шығыстың шайырына айнала алды. Оған қоса, ол технологиясы дамыған батыс өркениетінің де жемісін татты. Алайда, Әуезовтің айтқанындай, Абайдың шығысы басым болған. Абайдың шығысы абайтанудағы ең күрделі мәселе. Және бұның жаулары көп болды. Абайдың шығысына қатысында не бар қорқатын? Қорқатын нәрсе, біз қорқатын ештеңе жоқ. Ана саясаттың қорқатын нәрсесі бар. Халықтың назарын бұрынғы тарихи жадына жақындату, қайтадан ананы ояту болады. Шынында Абайдың жаңағы үлкен ой толғанысының астарлы құпия жерлері осы жерде жатты. Осы жерде Абай шығысқа келген кезде көп дүниені айтады. Ресейдің отарлау саясатындағы басты стратегияларының бірі дала халқын шығыстық, мұсылмандық қазығынан ажырату болды. Абайдың дүние танымы шығыс платформасында қалыптасқандықтан бұл тенденцияны ол елден ерте байқады. 1901 жылы патшаның өкімімен Семейге шіркеу қызметкерлері халықты жаппай шоқындыруға келеді. Архиерей 2,5 сағаттай Абаймен айтысып, ақын 17 сұраққа мүдірмей жауап берді. Абайдың ғұламалығына тәнті болған дінбасы, мынау заманнан асып туған адам екен. Мынандай адамы бар кезде, бұл елді қазір зорлап шоқындыруға әлі ерте деп, нөкерлерін ертіп кетіп қалған деседі. Осылайша, Абай қазақ баласын жаппай шоқындырудан уақытша аман алып қалған. Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтсақ, Абай белгілі бір діннің шеңберінен әлдеқайда ары асып түсіп, кең жатады. Сондықтан, Абай қазақты шын ақиқатқа жеткізгісі келді. Десе де, өтіп бара жатқан уақыт, қысып бара жатқан отаршыл саясат оған мұрша берген жоқ. Бір рет шоқындырудан аман сақтап қалған Абайдың, Ресей патшалығының қазақты жаппай шоқындыруға арналған жаңа низам жарлығына төтеп берер күші жетпеді. Алайда, бабалары үйретіп кеткен, Абай күшейтіп берген қазақтың рухани иммунитетін ешқандай жарлық әлсірете алған жоқ. Алайдшы, Құдай қайда? Жұмақ пен тозақ қайда? Құдай жүректі. Жұмақ оң босағада. Тозақ сол босағада. Әйелің жақсы болса, өз үйің жұмақ. Жаман болса тозақ. Ал сайтан деген кім? Сайтан деген... Сен нағыз мәшһүрдің өзі екенсің. Абай аға, бірақ мына кісі сізді сайтан деді ғой. Жоқ, бұл мені сайтан деген жоқ. Сайтан деп екеуміздің ортамыздағы қаңқу сөзді айтып отыр. Өсек пен жала. Мәшһүр Жүсіп айтқандай, сайтан сөз Абайды жақындары мен сеніскен достарынан алыстатып айырды.
жаланың соңы, ақ патшаның жауы бүлікшіл деп сыртынан домалақ арыздарға уласып, үйінде тінту жүргізуге дейін апарды. Ақын Алтай мырзаға мақтап отырып, тергеу 3 жылға жалғасты. Десе де, патшалық Ресей Абайға тісін қаттырақ батыруға, оның халық арасындағы беделінен қорықты. Қазаққа жасалып жатқан қастандық пен болашақта орындалатын жоспарлар Абайға анық еді. Осы оқиғалар тізбегі онсыз да қалжырап қалған Абайға ауыр соққы боп тиді. Көп ұзамай, шарасыздықтан шарқ ұрған шайырдың жүрегіне тағы да қос қанжар қадалды. Ол үміт күтіп отырған қос құлынының мезгілсіз өлімі. Әбдірахманның өлімінен есін енді жиып жатқанда, Мағауияның қыршынан қиылуы Абайдың бойындағы соңғы қуатын сарқып тастады. Қайғыдан қан жұтқан Абай, Мағауияның мәйіті жатқан арбаның алдына түсіп, Мағашымның сүйегін ауыртады деп, жол бойындағы ірілі ұсақты тастарды терумен жүрді. Абайдың жаны 40 күнге ғана шыдады. Әке, әруақты ередің ғой. Мағашымның артына қойма. Ал қасына. Тыныштық бер жаныма. Шырқырамай жай тапсын. Әке. Абай, сен өледі екенсің. Кел, кешу айтсайық. Дұрыс айтасың, Оразбай. Мен өлемін. Өлем. Кешу айтқанымыз жөн шығар. Кеш. Қиямет қайымда кездесейік. Тәңірім. Ау, Байеке, тірі өлтірдің ғой. Осындай қастық болар ма? Онсыз да қан жұтып отырған Абайға сен өледі екенсің дегеніңіз қайғысын қасиет. Мұның қас қой тілек қой, Байеке. Тоқта! Сендер сезбес екен деп қапыр алмаймын. Неге көрмейсіңдер?
Неге сезбейсіңдер? Абайдың денесіне ажал еніп кетіпті. Бір сөз неге айтатын абай бар ма еді? Ер қайғысы, ел қайғысы неге болмасын? Елім деген сөзді екі рет айтты ғой абай. Осыны неге аңғармайсыңдар? Селк етіп шошып, селк етіп шошып, жан жағына қарап, жанары тоқтамады ғой. Бәріміз иттей шулап, өсек айтып, арыз жазып, жамандап жүргенде бізде шіркей құрлы көріп беді. Қайран, қайран. Абай енді бізге жоқ. Оразбай аға, не болды? Жауыңыз абайдан құтылдық. Ойпырмай, ойпырмай! Абай өлді. Жетесіз, жетесіз ит. Абай өлді дегенше, Оразбай өлді десейші. Арсыңнан құтылдық демексің ғой. Күнің сөніп, айың батты демексің. Не болды? Мені кімге тастадың? Ораз әке, мұныңыз не? Тірісінде абаймен жау болғаныңыз алталашқа мәлім болып еді ғой. Ал ол жарық дүниемен қоштасқаннан кейін оның соншалықты жоқтауыңыз не? Мені аяғы аспаннан салбырап түсті деп бедіңдер. Оразбай, абай туралы не біледі? Оны мен екеуі оған қарсы болды деп едіңдер. Өстіп айтып жүрген елдің өзі қателеседі. Абай елдің басын қосып береке бірлігін тіледі. Бүлінген ел жоқ қазір. Бір үйдің баласындай ғұмыр кешіп жатырмыз. Осының бәрі Абайдың ісі. Шіркін-ай, шіркін-ай. Абайдың ат аталған кезде қасында болды деген адамның өзі қандай бақыт деді. Бар. Хабарыңды жеткізе бер. Бар. Абайым-ай. Ұлылардың өлімі де ұлы болады. Абай қазасымен де қазаққа қызмет етіп кетті. Дұшпанын кешіріп, асқақ қалпында қалды. Сол арқылы басы бірікпей жүрген елді ынтымаққа, келісімге жеткізді. Ал осындай халқына адал, биік ілім, терең білім иесінің ғұмыры неге бұлай қасіретті аяқталуы тиіс деген ауыр сұрақ сіздің де, біздің де көкейімізде жаңғырып тұрары заңды. Абай деген кім? Абай деген сонау 5000 жылдық тарихы бар қазақтың бүкіл даналығын бойына жинаған тұлға ғой. Бірақ сол тұлға егер шат жадыман заманға сай келсе, қазіргі тәуелсіз заманда дейікші мысалы, немесе басқа бір қой үстіне боз торғай жұмыртқаға заманға сай келсе, біз Абайды көрмес едік деп те ойлаймын мен. Сондықтан әрине қазақ айтады ғой жүйрік азабын өзі көреді, қызығын халқы көреді дейді. Абайда заманның озған жүйрігі де азабын өзі тартты, қызығын біз көріп отырмыз. Бұл сұраққа Абайдың ғұмыр байын зерттеушілердің өз пайымы бар екен.
Айтуынша, Зере анамыз бала Құнанбайды ертіп, атақты би атасы Кеңгірбайдың алдына бата алуға үш барады. Сонда Кеңгірбай теріс батасын берген көрінеді. Қазақ тағдырында батаның құдіретті күшке ие екендігін иісі қазақ баласы түгел біледі. Құнанбайға берген Кеңгірбай батасы бір мысал болса, Еңлік Кебек оқиғасында да Батагөй баба осындай оқыс мінез танытқан. Бұл жолы Кеңгірбай басынан биліктің ауып кетуінен емес, өзі ұрпақсыз қалудан қорыққан. Киелі төрт бөрісінің екеуі ғана Құнанбайдың соңынан ерген. Көкжалдар әулетінің сән салтанатты дәуірі 9-шы ұрпақтан кейін үзілмек. Ырғызбайдың тұқымы баянсыз батадан сескеніп, 9 ата толғанда тулақай болмақпыз деп Абай мен Шәкәрімнің көзі тірісінде жоқтауға қосып айтқан деседі. Абай дүниеден қайтқан кезде де кеудемнің көгалер ет қош дебішті сол жүрген өлең білем деп Кемпірбайдың айтқандай, Абайға енді ол көк қаршыға қайтып келмейді деп барып дүниеден төңіріп тез қарап кеткен. Жоқтан да бұл бір жағы аңыз миф сияқты болғанмен де осы бір қыран көңіл олардың ақыл түйсігінің бір символдық белгісі сияқты. Ал кейінгі түсті Абай атадан 6, анадан 4, жалғыздық көрер жерім жоқ, моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшырым дейді ғой. Сонда өзінің ойдан, білімнен жалғыз қалғандығында емес, осы бір тұқым тұянның дәл осындай тұйыққа тірелетін болды білген. Алайда Кеңгірбай әулиенің теріс батасы тобықтының 9-ына ғана толық дарығанмен, Абайдың мәңгілікке қалатын ілімі мен есіміне қуаты жетпеді. Бата құдіреті тағдырға әсер еткенмен, ол Тәңірдің жоспарын бұзуға дәрменсіз. Себебі Абай сөзі, әділет сөзі, адамгершілік сөзі, ақиқат сөзі. Ал ақиқаттың сөзі мәңгіліктің өзі. Абай қазақтың бағына туған феномен. Және осынша дүниені бізге кім береді? Және меңгермей жатырмыз ғой. Жаңағы асыл дүниенің бәрі ашылған кезде Абаймен кім тең тұрады? Абайдың өз замандастарын ешкім тең тұра алмайды. Сондықтан Абай бұл қазақтың бағына берілген Алла Тағаланың бір жіберген рухани нұры сияқты. Адам баласы ғаламдағы өз миссиясын анықтау үшін жаратушы оның генетикалық жадына 3 заңдылықтың кодын қашап қойған. Сол 3 сүю үштігінде адам бақытының құпиялы кілті тұр. Және сол кілт Абай әлемінің кілті. Демек, жаһанның адамгершілік рухани құндылықтарының ортақ формуласы қазақтың қолында деген сөз. Абай даналығының хақтығы сонда. Демек, Абай қазақ ұлтының ғана рухани галактикасы емес, күллі адамзат нәсілінің кемелдену жолындағы адастырмас темірқазығы демекпіз.